Кезекті түсірілім Дәулет тұрғын үй кешенінен. Үй жалпы 2017 жылы кірпіштен соғылған. Көретін пәтеріміз 2 бөлмелі, 2-ші қабатта. Бұл тұрғын үй кешені бәрімізге мәлім. Мұстафа Шоқай және Сәңкібай Батыр көшелерінің қиылысында орналасқан. Осындай есік алдында балалар ойнайтын алаңы бар. Пәтердің ішкі көрінісімен танысатын болсақ. Подъездің көрінісі жобасы ерекше, тартымды. Әр қабатта 3 пәтерден орналасқан. Пәтердің кіреберісі толық обойланған, еден ламинат. Осы жерде қабырғаға арнайылап соғылған гардероб. Осы бір тұста үйдің жуыну бөлмесі толық кафелденген, таза. Тура үйдің қонақ қабылдау бөлмесі. Толық обойланған, кондиционері бар. Терезелері аулаға қарайды. Осы жерде дәліз. Дәліздің бойында тағы 3 бөлмеге өтуге болады. Алдымен оң жағымызда үйдің дәретханасы. Сол жағымызда тағы бір жатын бөлме. Жалпы біраз жиһаз қалады. Осы жатын бөлмеден әрі керек үйдің балконына шығамыз. Қапталған, пластиктелген. Пәтердің ауданы 65 шаршы метр шамамен. Осы тұста үйдің ас бөлмесі. Еден ламинат. Осы жиһаз толығымен қалады. Осы жерден әрі қарай пластиктелген есік бар. Кішігірім лоджия, қойма ретінде қолданылуда қазір. Терезелер аулаға қарайды. Жалпы пәтеріміз осы. Енді толығырақ ақпарат білгіңіз келсе, көрсетілген нөмерге хабарласу арқылы білсеңіз болады.